Қайырлы күн оқушылар. Бүгін сіздермен бірге 7-ші сынып 1-ші тақырыбы натурал көрсеткішті дәреже тақырыбының С тобының есептерін шығаратын боламыз. Ең бірінші бізде 1-17 есеп осы С тобын бастайтын. Мұнда айтады, А тең минус 1, 0, 2 деген мәндер берген. Осындай болған кезде 2А 5 дәрежесі, азайту 5А 4 дәрежесі, қосу Аның 3 дәрежесі, минус 3Аның 2 дәрежесі өрнегінің мәнін есептеңдер дейді. Ең бірінші А тең минус 1 деп алайық. Бұл бізде біріншісі болсын. Енді орындарына қояйық. 2 көбейту минус 1-дің 5 дәрежесі минус тең болады. 2 көбейту минус 1-дің 5 дәрежесі тақ дәреже болатын болса, сол минус 1 күйінде қалады. Азайту 5 минус 1-ді 4 дәреже, жұп дәреже ма, демек 1 болады. Қосу минус 1-дің 3 дәрежесі, бұл тақ болса, демек минус 1 болады. Азайту 3, да минус плюс 1 болады, тең минус 2 минус 5 минус 1 минус 3 минус 7 минус 8 және минус 11 болады есеп. Келесі А тең 0 деген нұсқасын қарастырайық. 2 көбейту бізде 0-дің кез келген дәрежесі ол бізде 0 болады. Көбейту 0-дің 4 дәрежесі, қосылған 0-дің 3 дәрежесі, азайту 3 көбейтілген 0-дің 2 дәрежесі. Есебіміздің жауабы 0 болады. Ол екіншісі, енді міне үшіншісі ол А тең 2-ге деп мән береді екен біз. 2 көбейтілген 2-ның 5 дәрежесі минус 5 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі, қосылған 2-ның 3 дәрежесі, азайтылған 3 көбейту 2-ның 2 дәрежесі тең болады. 2 көбейту 30, 2 азайту 5 көбейту 16, қосу 8 азайту 3 көбейту 4 тең 2-ге 32-ні қоссақ 64 болады. Азайту 5-ті көбейтеміз 16-ға 80 болады. Қосу 8 азайту 12. Тең 64-тен 80-ді азайтсақ минус 16 болады. Минус 16 плюс 8 минус 8. Минус 8 минус 12 ол минус 20-ға тең болады. Енді әрі қарай 18-ші есепті шығарайық. 18-ші есеп. Мұнда бізде өрнек берілген, және де мұндағы деп Аның және Б'ның мәнін берген. Мен бірден осы жерде өрнекке бірден қойып кетейін мәнін. Сіздер бірінші мән берілген өрнекті, содан кейін мәндерді жазып барып орындарына қойыңыздар дәптерге. Мен бірден жазып кетейін. Біріншісі 2 көбейту Аның 4 дәрежесі. А дегеніміз ол минус 2-ден 1 біздің жағдайымызда, оның 4 дәрежесі. Азайту 3 көбейтілген Б'ның 3 дәрежесі минус 3-ден 1-дің 3 дәрежесі. Бөлшек сызамыз. Бөлімінде 1 азайту Аның 2 дәрежесі. Ол минус 2-ден 1-дің 2 дәрежесі тең болады. 2 көбейту минус 2-ден 1-дің 4 дәрежесі ол 16-дан 1 болады. Азайту 3 көбейту минус 3-ден 1-дің 3 дәрежесі ол минус 27-ден 1 болады. Бөлімінде минус 1 минус 2-ден 1-дің 2 дәрежесі, минус 2-ден 1-дің ол 4-ден 1 болады. Енді осы жерден қысқаратындарды қысқартып жазып алайық. 2 мен 16 қысқаратында 8 болады. 3 пен 27 қысқарады, 9 болады. Міне 8-ден 1, мұндағы минус пен минус плюс болады да, 9-дан 1 болады. Бөлімінде екеуін азайтып ортақ бөлім берейік. Мұнда 4-тен берем, 4-тен 1-ді азайтсам 3 болады. Бөлімінде 4 болады. Мұнда 1-тен ортақ бөлімге келтіріп жазып алайық. Мұнда 9-дан берем, мұнда 8-ден берем. 9-ға 8-ді қосатын болсам, ол менде 17 болады. Бөлімінде 72 бөлу 3 бөлінген 4 деп жазайын. Тең 17
бөлімінде 72 көбейту 4 бөлінген 3. 4 пен 72 қысқарады бізде. Қысқарған кезде 18 болады. 18-ді 3-ке көбейтетін болсам, 54, ал мында 17 болады. Келесі енді екіншісін шығарайық. 2 көбейтілген m дегеніміз ол минус 4-тен 3. Минус 4-тен 3-тің квадраты минус 4 көбейтілген минус 4-тен 3 азайту 1. Бөлшек тастаймыз. m квадрат дейді. Минус 4-тен 3-тің квадраты қосу минус 4-тен 3 қосу 1. 2-нің өзін көбейтіп қояйық. Бұл 16-дан 9 болады. Қосу 4 пен 4 қысқарады. 3 азайту 1. Қысқарып кетеді мұнда 8 болады екен. Енді мына жерде 16-дан 9 азайту 4-тен 3 қосу 1. Бірінші алымын есептеп алайық. 3-тен 1-ді азайтсам 2 болады. 2-ге 9 бөлінген 8-ді қоссақ, 9 бөлінген 8 қосу 2. Бұл 2,8-ден 9 немесе 3,8-ден 1-ге тең болады. Мына жерде ортақ бөлімге келтірсек, 1-ден, 4-тен және 16-дан болады. 9 азайту 12 қосу 16 бөлімінде 16. Мұнда да ортақ бөлімге келтіріп жазып алайын. Ортақ бөлімдері 8 болады. Мұнда 9 қосу 24 азайту 8 бөлімінде 8 болады. 9-ға 24 қосам 33, 33-тен 8 азайтсам 25 бөлінген 8. Мұнда 13 бөлінген 16 болады. 25 бөлінген 8 бөлу 13 бөлінген 16. Елу бөлінген 13 болады. Әрі қарай қысқартсақ, 3,13-тен 11 болады. Келесі 3 көбейтілген x квадрат дейді. X-тің орнында минус 3-тен 1 екен. Осының квадраты қосылған 5y. 5 көбейту 2-ден 1. Бөлшек тастаймыз. Бөлімінде 2 көбейтілген x минус 3-тен 1-ге тең азайту 1. Қосылған x квадрат ол минус 3-тен 1-ге тең азайту 2 көбейтілген y-тің мына жерде кубы. 2-ден 1-дің кубы. Бөлімінде 3 азайту 4. Y дегеніміз 2-ден 1-ге тең. 3 көбейту мына жерде 9-дан 1 болады. Қосу 5 бөлінген 2. Минус 3-тен 2 минус 1 қосу 9-дан 1 азайту 2 көбейтілген 8-ден 1. 3 азайту 4 пен 2 қысқарады, мұнда 2 болады. 3-тен 1 қосылған 2-ден 5. Мұнда минус 3-тен 2 азайту минус 1. Бұл минус 1,3-тен 2-ге тең болады. Қосамыз 9-дан 1 азайту 4-тен 1. Және 1 болады. Ортақ бөлімге келтіріп, барлығын жазып алайық. Мұнда 2-ден, мұнда 3-тен болады. Сол кезде 2 қосу 15 бөлімінде 6 минус 3 бөлінген 5 қосу. Мұнда ортақ бөлімі 4, мұнда 9, 36 болады. 4 азайту 9
Бізде 36, мұнда 1 болады. 17 бөлінген 6. Бірден көбейту қылып жазып жіберейін. Ол 3 бөлінген 5 қосу минус 5 бөлінген 36. Енді ары қарай жазып алайық. Минус 17 бөлінген 10 болады. Азайту 36-дан 5. Енді ортақ бөлім бұл жерде 180 болады. Мұнда 18-ден береміз, мұнда 5-тен береміз. 17-ні 18-ге көбейтсек, минус 306 болады. Бөлімінде 180. Минус 306 минус 25 тең болады. Минус 331 бөлінген 180. Келесі төртіншісі. А тең 2-ден 1 дейді, В тең минус 3-ден 2 дейді. 1 азайту, 2 көбейту, 2-ден 1. Енді мұна жерде мен минус 3-ден 2-ні көбейтуім керек қой, мұнаны қосылу деп жіберейін да, бірден 3-ден 2 деп жазып кетейін. Бөлшек сызамыз 3 а квадрат дейді, ол 4-ден 1-ге тең болады. Көбейту В. Минус мына жаққа қояйын да, 3-ден 2 деп жазайын. Азайту 2 қосу 3 көбейтілген 2-ден 1 көбейту минус 3-ден 2-нің квадраты 9-дан 4 болады. Бөлшек сызамыз 4 көбейту 2-ден 1 көбейту бұның кубы дейді. Минус болады 27-ден 8 болады. Енді ол жерде қысқаратындарды қысқартып алайық. Мұнда 2 мен 2 қысқарады, 4 пен 2 қысқарады, мұнда 2 қалады, 3 пен 3 қысқарады. Мұнда 4 пен 2 қысқарады, 2 қалады, 3 пен 9 қысқарады, 3 қалады. 1 қосу 2 бөлінген 3 қалды мұна жерде. Бөлшек минус 2-ден 1 қалды. Азайту 2 қосылған 3-ден 2 бөлшекті сызамыз. Мұнда қысқартайық. 4 пен 2-ні қысқартсақ, минус 16 бөлінген 27 қалды. Әрі қарай бірге 3-ден 2-ні қоссақ, 3-ден 5 болады. Бөлеміз 2-ден 1-ге. Минус 2-ден 1-ге. Азайту, мұндағы азайтумен плюс болып кетсін. Сол кезде 2-ге 3-ден 2-ні қоссақ, 3-ден 8 болады. Бөлеміз 27-ден 16-ға. Тең болады 3-ден 5. Мұна минусты алдына шығарып жүрейік. Көбейту 2 қосу 3-ден 8 көбейту 27 бөлінген 16. Енді осы жерден қысқаратындарды қысқартып, көбейтетінді көбейтіп алайық. 10 бөлінген 3 қосу қысқарады. 2 болады, мұнда 3 болады. Сонда 2-ден 3. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Мұнда 2, мұнда 3 болады. Минус 20 қосу 9 бөлу 6. Тең болады екен. Минус 11 бөлінген 6-ға. Мына жерде қателесіп кетіппін. Мына жерде мен 27 мен 3 қысқартқанда 9 болады екен. Бұл кезде 9. Мына жерде де басқа сан шығады. Қысқартқанда 9 болады. Міне мұнда 9 жазам. 2-ден 9. 9-ды 3-ке көбейткенде қосу 27 болады. Енді 27 азайту 20 ол 7 болады. Бөлінген 6. Есептің жауабы 6-дан 7-ге тең. Келесі бізде 1-де 19-шы есеп. Мұнда x-тің 4 дәрежесі қосу 1 және 3 қосылған 4 минус x-ті квадраты өрнектері тек оң мәндер қабылдайтын дәлелдеңдер дейді. Мұнда көмек берілген 3 көбейтілген а-ның 8 дәрежесі қосылған а-ның 2 дәрежесі өрнегі тек оң мәндер қабылдайтын дәлелдейік дейді. Дәреже көрсеткіші жұп сан болғандықтан кез келген сан оң сан болады. Сондықтан кез келген а үшін қосындының мәні оң болады. Бізде де ең бірінші берілген x-тің 4 дәрежесі қосылған 1 ғой. Бізде қарайықшы, мына жерде біздің дәрежеміз, көрсеткіштік дәрежеміз жұп сан болып тұр, иә? Міне, жұп сан болып тұр. Біз
аның x-тің орнында қандай сан болса да ол бізде тақ болмайды, жұп болып шығады. Сондықтан да біздің есебіміздің мәні тек қана оң мәндер қабылдайды. Келесі 3 қосылған 4 минус x-тің квадраты. Міне бізде көрсеткіштік дәреже мұнда да жұп болып тұр. Бұл да сол секілді. Дәреже көрсеткіші жұпса болғандықтан кез келген сан бізде оң болады. Сондықтан кез келген x үшін қосындының мәні оң сан болады. Мына есебімізде кез келген санды қойсақ та ол бізде жақшадан шыққан кезде міне 2 дәрежесі тұр ғой. Ол оң мән болады.